самом деле контроль — это иллюзия. Адам көбінесе бір определенностьта жүргісі келеді, что там все было понятно. Ең дұрыс установка, мне кажется, бүкілінің себебі мен. Сіз қазір бір тірлікті бастаған уақытта у вас включается вот этот критик. Типа, сен дұрыс жасамай жатсың деп. Кстати. Маған кейде жігіттер келеді. Вот қыздармен танысамайды. Сіз үшін ақша деген не и как вы относитесь к деньгам? Менің отношением өзіммен қалай? Тура сол отношение мен бизнеста ойнаймын ғой. Дисциплина или воля? Армысыздар достар, бүгін потенциал подкастының 7-ші эпизоды. Және бүгін де біз подкаст форматында жалғастырамыз. Және бүгін менде қонақта Жолдасова Динара ханым. Динара ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Өте қуаныштымын. Бүгінгі 7-ші выпускта болғаным үшін. Енді Динара ханым қазір өзінің сұрақтары бар. Сол сұрақтармен осы подкастты ашып көреміз. Жалпы Динара ханым бұл жерде өзімізбен өзіміз болайық. Қандай тема ашылады, ешқандай рамка жоқ. Но целом қандай өзіңізді мазалап жүрген сұрақтар бар, сол сұрақтарды қойсаңыз, артынан бізде бір тақырып ашылып кетеді. То есть давайте осы жердегі пространствоға сенейік. В принципе, солай. Қалай сезініп отырсыз өзіңіз? Кеттік. Басында кішкене волнение болды. Но менде былай, енді көрермендер қазақша ғой, қазақша контент, бірақ менде мындай болуы мүмкін да, мен кішкене орысша ойымды жеткіземін, кейбір кезде терминдарды орысша деген сияқты. Егер де полностью в этот қазіргі моменте болатын болсақ, и орысша, и кішкене қазақша с моей стороны. Біздің аудитория заманауи. Да? Все тогда. Біздің аудитория заманауи. Орысша, қазақша, қалай сізге удобно, айта беріңіз. Хорошо, договорились тогда. Сізге қандай темалар қызық еді, өзіңізде қандай сұрақтар бар? Мен сізді бірнеше жылдан бері танимын. Сіздің ешқашан асығып бір жерге тревожное состояние жүргенін көрмеппін. Вот думала, қарап отырмын, никогда ондай состояние көрмегенмін. И вот осындай қазіргі адамдарда көп қой, уайыммен, либо бұрынғы шақта, либо алдыңғы жағын ойлайды да, көп сондай қатты, миында сондай прям тревожный көрініп тұрады, то, что этот человек прям ходит, прям стрессует. И вот осындай уайымнан қалай арылуға болады? Либо осы состоянияны как можно прям стоп поставить на это? Сразу такой жесткий вопрос, но очень такой. Енді бір сұрақ прям өте үлкен сұрақ сияқты ғой. Бірінші мен өзімді олай ойламаймын. Менде бар, тревожность әлі бар, менде прям енді мен қатты эмоционалды адам емеспін ғой, мен түрім енді бір айтып тұрмаса да, менде де уайым бар, менде де прям тревога бар. Бірақ мен қазір сұрақты былай қойған жоқпын өзіме. Сұрақты былай қоятын едім өзіме. Одан қалай арылуға болады емес, олармен қалай взаимодействие жасауға болады. Потому что кез келген біздің уайымыз, кез келген біздің тревогамыз, ол бізге деген бір сообщение ғой о чем-то. Мысалы, сіз осында келдіңіз, сіз бірінші рет подкаст түсірейін деп жатсыз, сіздің қазіргі уайымыңыз, сіздің тревогаңыз, бұл заңды құбылыс. И будет неправильно, егер де сіз бір жерге келесіз, шынымен, как-то ондай да қалатыны қарасаңыз, маған бәрібір деп қаласаңыз. Мне кажется, это ненормально. А здоровая жаңағы тревога, это нормально. Мысалы, бір халықтың алдына барып сөйлейін деп тұрмын, немесе жаңадан бір проект жасайын деп тұрмын. Ол тревога, ол уайым, ол бір қобалжып тұруы, бұл нормально сезім. Давай осы сезімді екіге бөлейікші. Будет здоровая и есть нездоровая дейді. Мен оларды здоровая нандай болатын сияқты да. Вот, допустим, мен қазір бір ешқашан жасап көрмеген бір опытты жасайын деп жатырмын. Сіз сияқты. Мысалы, подкастқа жаңа студент кезінде бір түсіріп көргем, содан кейін түсірген жоқпын. Осы подкасттың алдында сізге уайымдауыңыз, это нормально, потому что бұның артында неизвестность тұрады. Адамдар сол неизвестностьтан қорқады. А в целом өмірдің өзі неизвестность қой.
неопределенность, неизвестность, Да. неопределенность. И сол жердегі бір қарай алу сол ситуацияға, соған сене алу, бұл как бы нормально. Бұл абсолютно нормальная реакция. А есть ненормальная реакция. Вот, допустим, шынымен кез келген поводта бір уайымдай беретін, мен оларды уайымдау ғылымдарының докторы деймін да. Мен өзімнің туған туыстарымның немесе мамамды сөйтіп айтамын, мен уайымдау ғылымдарының докторы деп. Енді каждый моментке бір уайымдай беретін болса, ну здесь уже как-то бір нездоровая история десек болады. Не үшін олай айтып жатырмын? Өйткені мен қазір мынау осылай бола ма, мынау қалай дұрыс болады деп қарай беретін болсам, значит мен сол ситуацияны контрольда ұстағым келіп тұр да. Но это же иллюзия. А сізде андай бола ма? Мысалы, машинада кетіп баратсыз. Бір өткенде бір андай жағдай болады. Мен машинада за рулем. Жанымда бір досым отыр. И он за меня смотрит, неге, боковые зеркала. За меня смотрит. Да. Менің мама папам сөйтіп қарап отырады. Он за меня смотрит. И ол мен үшін жолды қарап отырады. Представь, қанша энергияны жұмсайды ана адам. Ода иллюзия тұр ғой, что по идее рульда мен ғой негізі. Рульда мен айдап отқан. Мен поворотник жағып, мен бұрылып жатқан. Бірақ жанымдегі адам уайымдап отса, вот это нездоровая история. И еще там жай жүрсейші, дұрыстап бұрылсайшы, ананы істесейші, мынаны істесейші деп. А ол оның ішіндегі тревога өзіне сыймағаннан кейін переносит на меня. Мен айтамын да ондай кезде ше. Ну, мен айттым да ана жігітке. Сенде стаж қанша? Машина айдаудан. Ол айтады, мен 7 жыл дейді. Окей, қанша ДТП болды сенде? Менде 4 ДТП болды дейді. А представь, менде 0 деймін да? Менде 0. Аллаға шүкір, менде 0. Менде ДТП 0. Енді сен бұл ситуация саған тыныш отыруыңа мүмкіндік бере ма десем, жоқ дейді, мен по-любому қарап отырамын дейді. Енді ойлашы, ол еще біз недеміз, трассадамыз, алыс жүру керек. И ол каждый раз бүйтіп қарап отырса, ол тура мен айдап отқан сияқты энергияны жұмсайды. Хотя ол рульді ұстап отқан жоқ, хотя ол газды басып отқан жоқ. Ол тура сондай энергияны жұмсайды. Екінші пример. Неде? Самолетте отырады бір адам. Болады ғой, самолетте отырады. Ұшып баратады, короче. Жанымда мен бір әйелім бар. Сол әйелім айтады маған, как бы ұшып баратқан кезде, что-то высоту, мандай, бір орында тұр дейді, что-то көтерілмей жатыр. Енді өзіңіз білесіз ғой, самолет ұшқан кезде ол жай көтеріледі дейді, жай көтеріледі. Ол сразу көтеріліп кете алмайды, ол қалай көтеріледі ол? Айтады, мына что-то көтерілмей жатыр деп. Сосын бір зонаға түседі, анда турбулентная зонаға түседі. Самолет шататься етеді былай да былай. Есть тревога по-любому. И в этот момент адамда бүйтіп ұстап отыру, нені жаңағы как бы креслоны ұстап отыру, жаңағындай өзі бір как будто бір өзін бүйтіп қатып қалу, оған бір ощущение береді, как будто все под контролем. На самом деле контроль это иллюзия. Вообще иллюзия. Адам бүйтіп вообще контроль істемейді. Оттого сен қазір машинада отырып алып, айнаға бүйтіп қарағаныңнан боковойға, жан жақтағы машинаға қарап отырып, бүйтіп ана жолға бүйтіп ана жігіттің даже мойны бүйтіп қатып қалғанда бүйтіп жолға қарап отырады бүйтіп ше. Мен білемін сондай нені, артында отыратын болса, ол бүйтіп алға қарап отырады да кәдімгі ана жолда ше. Как будто қазір бір нәрсе болатындай. А это уже нездоровая история. И бұл историяны қарайтын болсақ, адам көбінесе бір определенностьта жүргісі келеді, да, чтобы там все было понятно, например, там мен қазір 500 километрге жүріп баратсам, маған алдыма біреу келу керек та айту керек. Смотри, там 500 километров, на жерде осындай яма бар, на жерде тұман бар, на жерде не бар деп. И ол адамдардың ойын андай, сол 500 километрге целом бүкіл түнде кетіп баратса, сол жердің барлығына как бы свет жану керек та. Дальний жану керек. А это же невозможно. Как? Конечно, невозможно.
біз машинамен кеткен кезде сен алдыңдағы бір 10 метрді көретін шығарсың, даже дальний жақсаң да. А дальше же не видно, дальше неизвестно. Сен ана жерде яма бар ма жоқ па білмейсің да. И, конечно, бұны айтып жатқан оңай, бірақ тело так привыкло вот на жердегі мышление, вот он держится вот так вот бүйтіп прям так, маған 100% не керек, короче, контроль керек. Сол контроль болған уақытта ғана мен өзімді безопасностьта сезінемін дейді. По-другому человек не может. Как он может там? Ол анау контрольді жіберсең, он вот так вот машинада бүйтіп отырып, оған равна смертью, понимаешь? То есть ол мен контрольді жібердім, значит, я отпустил ситуацию, қазір бәрі бычыт болып кетеді деген сияқты. Но иллюзия состоит в том, что наоборот, оның контролі, оның как бы контрольда ұстауы, бүкіл нәрсенің бәрін прям контрольда ұстау, это иллюзия. Потому что такое невозможно. Даже айтайын, балаң болса, у тебя парень есть? Да, есть, так скажем. Ну, такой личный вопрос. Вот даже сенің жігітің даже контрольда ұстады сен, например, да? Ну, насколько ол ұстай алады? Контроль в чем? Өзін контрольда ұстап тұр. Сені еще контрольда ұстайды. Как ты думаешь, насколько это возможно? Ну, не знаю, қазір көп қыздар осындай бар ғой. Қыздар, ну, смотрит на человека. То есть бар қыздар, которые олдың контроль қойып берсе, сол контрольмен жүреді. Ну, потому что безопасность. Это классно. Это думает любовь. Но на самом деле это же не так. Ну да, это не так. Я тоже с этим не согласна. И қарап келсеңіз, Динара ханым, осы біздің как бы уайымдарымыздың барлығы ол 100% бір контрольді жасағысы келеді, немесе 100% бір гарантияны іздейді осындай адамдар. Но мне кажется, вообще сыртында өмір вообще неопределенность. И ол жерде там чего-то бояться, мне кажется, особо смысла нет. Вообще смысла нет. Ол жерде сен қорықтың не, қорықпадың не, ну, болатын нәрсе болады ғой. Қазір уайымдап бір нәрсені, мынау қалай болады, бола ма, болмай ма дегеннен көрі, лучше отпусти ситуацию и, в принципе, ожиданияны алып таста, в принципе, нормально будет. Классно. Иллюзия дедік қой, бұдан басқа сіз мысалы көп адамдармен жұмыс жасайсыз, психологиялық тұрғыда. Қалай айтса болады? Қазіргі сіздің бақылауыңыз бойынша адамдар қандай тағы иллюзияда өмір сүріп жатыр? Ну, например, там барлық адам, 90% адам бәрі жетістікке жетпейді ғой. Олардың бәрі какой-то бір тұрақтылықта или бір иллюзияда сол нәрсеге сеніп өмір сүреді, а кто-то бір олардан өзгеше результат алады. Хорошо, бірінші ең көп иллюзия, мен өзімде болған иллюзияны айтпайын. Кішкентай кезімде біз бір дворда тұратынбыз, микрорайонда. Сосын соның артыңғы двор жаққа баратынды, мен жерден ақша іздейтін. Ну, болған ба сондай история, да? Қанша жас кезіңізде? Ну, бір где-то, білмеймін, бір 6-7 жас шығар, 6-7 жаста шығар. И менде ой болатын қазір. Ну, как-то мен қазір жүремін, я найду чемодан денег, немесе сейчас пачку денег деген сияқты. Күлкілі, бірақ сонда да адамдарда әлі осындай бір иллюзия бар, что какой-то бір добрый волшебник келеді и за меня решит проблему. Все, бүкіл проблемалардың бәрін шешіп береді. Это большая иллюзия. На самом деле біздің проблемамызды ешкім келіп шешіп бермейді. Адам оны шешкенше сол ситуация қайта қайталана береді. Ну, басы бір тасқа тиеді, түсінбесе қайтадан тиеді. Бәрі. Да, пока это не пройдет. Пока это не научит нас тому. Урок сияқты болғаннан кейін. Иә. Енді бұл кезде бұны бірінші деп айтса болады. Ең күшті, ең көп кездесетін иллюзия, адамдар осы өзіне жауапкершілікті алмау үшін бүкіл нәрсені жасайды. Наоборот, бүкіл нәрсені жасайды. Например, менің
қазіргі ақша таппай жатқаным, менде бір иллюзия бар, менде бір установка бар, мен бір үлкен ақшадан қорқып тұрған сияқтымын, мен ананы білмеймін, мынаны білмеймін деп сыртқа тастайды. Например, мен қазір осы тірлікті бастап жатқан жоқпын, потому что ақша жоқ. Ну, қарасаң, бастап жатқаным жоғына ақша кінәлі. Мен мына істі бастап жатқан жоқпын, потому что менде бір установка бар. Опять-таки, установка кінәлі. Мен мына тірлікті бастап жатқан жоқпын, потому что, как бы, не знаю, сейчас как бы кризис, не знаю. Вот осындай бір ситуация. Адамдар осындай бір оправданиені таба беруден прям мастер. Мен өзімде же бар бұлдай иллюзия. Соны иллюзияларды жай алынып, қазір жұмыс істеп жатқан как бы этаптамыз ғой, бірақ мен өзім көп разбор жасау барысында адамдар вот настолько хитрые, да, оның именно осы жағы ше, ол бүкіл жерден көре береді осындай нәрсе. Бүкіл жерден көре береді. Ол даже ең соңында мынандай нәрседен шығуы мүмкін, что вот андай ғой бір обвинение, сыртқа тастай салу. Перекладывание ответственности. Это таким образом происходит. Мынандай ғой, қарасаң, вместо того, чтобы сол ответственностьті алып, сол жүкті, сол ауырлығын сезініп, бір ответственность алудың орнына, адам соны басқаларға перекладывать етеді. Басқаларға перекладывать етеді. Бұл разница жоқ. Мамасы, папасы, мемлекет, күйеуі, әйелі, ұстазы, ситуация, любой нәрседен адам как бы бір как бы басқа нәрсені кінәлап тұрады. Ең дұрыс установка, мне кажется, дело во мне. И өмірде болып жатқан нәрсенің барлығына проблема болсын, сені лақтырып кетті, сенен саған бір жаманшылық жасап кетті, сенде қазір бір саудаң болып жатыр, болмай жатыр, отношение болып жатыр, болмай жатыр, отношениеде саған наоборот бір жамандық жасап жатыр ма, жасамай жатыр ма, бүкілінің себебі мен. Это самая правильная установка, потому что сен сол кезде аласында өзіңнен себебін іздейсің. В тот момент это, конечно, неприятно. Ну, прикинь, сені каждый раз андай адамдар лақтырып кете береді, короче. Мен немде бар, как бы разборымда бір сондай бір ситуация бар. Адамдар лақтырып кете береді. Я лақтырып кеткен адамды ақтап тұрған жоқпын. Лақтырып кеткен адамды ақтап тұрған жоқпын. Оныңқы дұрыс емес, конечно, не этично, не экологично. Но бірақ Қазақстан вот андай бір адамдардың алдану жағынан прям мындай бір рай для мошенников вообще Қазақстан. Потому что люди наивные, вот осындай бір иллюзиясы бар. Қазір мен осыған берсем, бәрі нормально болады деп. Но вместо того, чтобы сол мошенниктерді кінәлағаннан көрі, сенің бір частың бар, который наивно верит во все это. И осымен жұмыс істеу керек сияқты, да? Сол үшін ең бірінші кездесетін иллюзиялардың бірі это біреу келіп шешіп береді, немесе басқа біреу кінәлі. Нет, дело во мне. Бүкіл болып жатқан жағдайдың себебі мен. Классно. Каждый нәрсе маған прям де үлкен не. Ну, на самом деле бұл установкалар, бұл искажениялар 187 ма сондай. 187 искажение бар. Ну, когнитивный искажение бар. 187. Ну, бұл ғылым анықтаған бұны. Прям оның бәрін айта беретін болса, это прям на все. Ну, енді бізге жетпейтін шығар. Но бірақ мен время от времени жалап осы нәрселерді аша берейін деп отырмын. Давай екіншісін талдап көрейік. Ну, былай айтайықшы қазір, чтобы людям было, наверное, понятно. Мен алдыңғы подкасттарда да айтқам, но бірақ мен одан жалықпаймын айтудан. В целом, бір жағдайды алайық. Қандай давай бір жағдайды алайық? Ну, как бы, былай қарайықшы. Вот это реальность, но гүл реальность. Мынау менің искажением, басымдағы менің ойларым. И мен басымдағы оймен реальностьке сәйкес келмегендіктен ортасында происходит как бы
дисгармония. Мгм. Мен отношение туралы бір нәрсе бар, иллюзиям бар, там, например, қыздар это там принц на белом коне, там бәрі күшті болады, осылай там отношениеден кейін бәрі үйленемін, прям күшті болады. Оның иллюзиясы мынандай. Потом ол реальностьпен кездеседі. Мына қыз, бірақ одан анау иллюзиясын до конца қорғайды былай. Например, до конца қорғайды. Ал реальностьке баратын болса, это больно, потому что мына иллюзияны тастау керек болады. А в реальности непонятно как. А реальность нам всегда показывает вообще, что, как. Реальность всегда показывает. Но бірақ біз адамның иллюзиясынан бүйтіп қоршап алғаннан кейін оны көргісі келмейді адам. Очень простая формула. Вообще любая неадекватность, любая боль, это показывает то, что мы неправильно думаем. То есть біздің басымыздағы картина мира, она не соответствует к реальности вообще. Енді простая, как бы... Практика? Не практика. Ну, простой пример. Например, неде ментальное здоровье, да. Менің бір ойым бар, реальность басқа. Ортасында болған кезде жаңағындай сіз өзіңіз айтқан сияқты тревожность, уайым, өзіне сенбеу деген сияқты нәрселермен көрінеді. То есть мына жерде бір дистанция бар. Бұл сонымен көрінеді. В отношениях. Отношения туралы менің бір ойым бар. Ол реальностьке сәйкес келмейді. Ортасындағы расстояние это дисгармония. Дисгармония. То есть екеуміз бір-бірімізді түсінбейміз. В бизнесе. Мен бизнес туралы бір ойым бар. Есть реальность. Екеуі сәйкес келмейді. Ортасы қарыз, банкрот немесе сауданың аздығымен көрінеді. Все. И индикатор осы сияқты. Индикатор осы. Мен қалай түсініп тұрмын. И если сейчас мне больно, если мне сейчас как-то неприятно, если бір не то, что... Ну, как андай боль емес, бұл андай бір өсудегі бір адекватно боль емес. Вот действительно бір қарсы шығып тұрғандағы боль, человек должен задать себе вопрос. В чем моя неадекватность? То есть не надо биться, мынаны қоршап алып, осы иллюзияңды қоршап алып, жоқ, осы дұрыс. Там, осы дұрыс, точно дұрыс деп қарау, бұл сен өз-өзіңді түрмеде ұстау. То есть человек должен всегда сомнениямен өзіне қарау керек. А это правильно? А сейчас я в реальности? И правильные вопросы задавать. Да. Я... В чем моя неадекватность? Например, отношениеде мына адам келді да саған как бы, абьюз. Қазір тема ғой, там зорлық зомбылық та келді. Я мына адамды мен не оправдываю, но егер де күйеуі әйелін ұратын болса, күйеуіңкі дұрыс емес. Я не оправдываю, онкі дұрыс емес. Бірақ мына әйел андай сұрақ қою керек. В чем моя неадекватность? Мен қай жерден сондай отношение өзіме позволять етіп тұрмын. То есть где-то я что-то не понимаю. А вместо того, чтобы мынаны кінәлап, мынаған бәрі кінәлі дегеннен көрі, ни в коем случае не оправдываю, мынанікі дұрыс емес. Вообще любой насилиеға мен қарсымын. Хоть жігітті, хоть әйелді, хоть баланы, хоть старикті, любой насилиеға қарсымын. И осы нәрсеге қарау керек сияқты да. Сонда біз как бы жұмысымыз, енді коуч болып жүргеннен кейін вообще человека возвращаем в реальность. Потихоньку. И тогда, в принципе, нам становится легче жить. Классно. У меня, например, есть боязнь рискнуть. Со стороны это вообще, наверное, ешкімге көрінбейді, но ты чувствуешь внутри то, что ты боишься рискнуть. И это у многих есть, как, енді былай сөйлескенде, у всех, мне кажется, что у всех есть, у многих есть. Можно еще раз вот этот вопрос? Не, нормально. Нет, все же, у меня так очень такой долгий вопрос. И мне кажется, что я очень удобно что сейчас произошло? Я не знаю, какой-то тревожность. Нет, не тревожность, а қалай айтады? Не, қараңыз, давайте не будем делать монтаж. Это вообще классный пример, вообще то, что происходит. Вообще классный пример. Қазір Динара ханым, сіз мысалы бір сұрақты қойдыңыз. Сұрақты қойғаннан кейін сізде бір
мысль пайда болды. Типа это неправильно. То есть сен Как будто это критика, да? некрасиво вышло со стороны. Да, ну Потому что это было долго, и как-то я не так сижу, деген сияқты. хорошо. Но ол бағаны сіз өзіңізге беріп жатсыз. Мгм. На самом деле бұл сіздің реальностіңізде болып жатқан зат. Сіздің реальностіңізде болып жатқан зат. И это и есть иллюзия. А реальность олай емес негізі. Реальностьте қазір сұрасаңыз болады, мына жерде көрермендер тұр. Мы так не подумали вообще. Напишите. Ну, конечно, қазір енді мен андай критикаға вообще жол бермеймін. Мен ондай критикаға даже қарсымын, что там адам сен мынандайсың деп. Ну, вполне нормально, это все нормально. Как раз таки бағана айттыңыз ғой, рисковать ете алмаймын деп. И қараңыз, сіз қазір бір тірлікті бастаған уақытта у вас включается вот этот критик. Типа сен дұрыс жасамай жатсың деп. Кстати, да, вот этот Да. критик. Иә, енді сіз қазірдің өзінде соны көрініп тұр ғой, сіз сұрақ қойған уақытта сізде сразу автоматом мысли, вот анау там доли секунды как быстро работает, вот, прям вот автоматом даже работает. Так, Динара, сен дұрыс айтқан жоқсың, вообще жынсың ба, сен камера түсіріп жатыр вообще сені, сен не Как будто идеально, что я не должно знаю, выйти. какие у тебя мысли там, камераға дұрыс қарадың ба, қараған жоқсың ба, может там былай отырсың, вообще сұрақты мыжып ұзақ қойып жібердің, ана мынау білмеймін, сенде басында неше түрлі ойлар кетуі мүмкін. Бұл ойлар вот как раз таки не дает тебе двигаться вперед. Потому что был как шапалақ сияқты, короче, там как бы не двигайся, вообще не делай ничего, не делай ничего. Лучше отыр, короче. Ең қызығы вообще как бы Динара, мен саған қазір физический боль жасай аламын. Егер де мен сені қазір бір ну енді білмеймін, бір шымшып алсам, саған физический боль жасай аламын. Оның авторы мен боламын, жасасам. Но эмоциональды больді сен тек қана өзіңе жасайсың. И қараш, человек сам себя критикует, сам себя осуждает, сам себя сравнивает. Еще что делает? Еще насилует. Это же насилие психологическое. Прикинь, сен қазір жаныңде бір нең болсыншы, бір адам болсыншы мына жерде. И Дастан мырзаға бар да, қазір отырады да ана жерде. Ана айтшы анаған, не істеп отырсың вообще? Дұрыс отқан жоқсың, телефон дұрыста вообще. Либо қалай отырсың анаған десе, Дастан мырза как будет реагировать на тебя? Смотри, қарашы өзің, қалай саған реагировать етеді? Демалшы дейді. Демалшы дейді, өзім білемін дейді. Ну, он, наверное, посмотрит на меня как-то непонятно. Иә. Прикинь, адамның өзіне деген отношениесі осындай ғой. А бұл заложенный нәрсе деп ойламайсыз ба бізге? Конечно, это заложено, да. Это заложено. А есть какие-нибудь проработки? Остан, прям что нужно делать? Какие обычные элементарные практики, которые прям помогают, чтобы от этого избавиться? Қазір мен кездестірген өте көп бір проблема осы да. Адам өзіне бір инвалид сияқты қарайды да. Динара, сен инвалид емессің ғой? Ты нормальный человек, например, да. Но бірақ адам өз-өзіне деген бір всегда бір осуждениесі, өз-өзіне бір баға беріп қарауы прям андай өте бір қиын жағдай ше. Осы жағдайда адам өзін бір түрмеде ұстайды бүйтіп. Ну, мен ол жақтан прям сол түрмеден прям шығатын қазір точная бір практика бермеймін. Но давайте попробуем вообще, как можно сделать. Во-первых, ең бірінші, не оценивать себя. Но не оценивать себя именно с точки зрения прям андай емес. Там, я молодец, я круто делаю деген емес. А оның обратная сторонасы адам өзін ұрысумен бітеді. То есть любое оценивание это как-то адамды бір дұрыс жаққа апармайды. Но, конечно, сенің өзің туралы ойың нормально болу керек, но бірақ андай емес та, там, мен молодец, мен крутой, менде бәрі жақсы деген сөз, это тоже какая-то бір адамның эгоцентризм, короче, осылай. Это первое, адам өз-өзін бағаламасы. Второе, это как-то осуждение. Вот всегда бір өз-өзін менде андай бар сияқты, менде андай бар сияқты деген сияқты заттардың барлығын қойып,
адам өмірінде қазір қандай ключевая задача тұр, соны шешсінші болды. Ну, например, менде қазір сауда болмай жатыр, менің қазіргі ключевая задачам это делать продажи. Менде қазір қарыз болып тұр, например, менің ключевая задачам қарыз, а оны шешуге мен жұмыс жасау керекпін, болды. И тағы да мына жерде енді насилие деп жатыр ғой, вот психологическое насилие. Знаешь, психологическое насилие сейчас каким образом происходит? Манипуляция. Ну, манипуляция адамның өзімен жасайды манипуляциясы. И ең көп кездестіретін менің психологический насилие адамдардан көрген. Они запихивают в себе все, абсолютно все. Правильную информацию, неправильную информацию, все. Тиктоки, рилсы, ну, фильтровать еткенде де емес мәселе. И они просто вот как-то бір есть контейнер, например, мынандай адамның осындай контейнер бар. До того кейбір адамдарда қарасаң қазір не өтпейді, қонбайды білім. Потому что мынау до конца толып кеткен, короче. Потому что анау өзіне тыға береді, насилует, менде анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, и вечно ұрады өз-өзін. И здесь, знаешь, как бы выход, егер де осының шешімін іздейтін болсам, мен екі сөзбен айтатын болсам, бұл біріншісі, это скорее всего доверие. Доверие себе или миру? Ну, это одно и то же, по идее. Да. Ну, в принципе, солай. Потому что егер адам сенетін болса, ол Аллаға, әлемге, басқаларға, өзіне сенеді. Это здоровое какое-то доверие. Барып наивное бір доверие емес. Просто давай бір мысалды айтып көрейін саған. Мен теннис ойнаймын да. Сол кезде теннис ойнаған кезде мен тренер алғам. Мен бұл мысалды басқа подкасттарда айтқам, но бірақ все-таки повторю. Блин, это очень важная мысль. И маған тренер келеді айтады ғой, былай ұр дейді. Былай тұр, ракетканы былай ұста. И мен тұрам, ұрам ана допты. И доп алысқа ұшып кетеді да. Сосын екінші рет тоже ұрайын деп жатқан кезде у меня автоматом тоже мысль. Так, құлан дұрыстап тұрған жоқсың, дұрыстап тұр деп. Ұрам, доп вообще қуып кетеді, короче, айдалаға. Потом тренер айтады маған, мен қазір келем, сен өзің ойнай бер дейді маған. В этот момент болады ғой, бұрында бізде физкультура болатын, ДШ деген сабақ, ДШ дейтінбіз біз. Сол кезде бізді далаға шығаратын. Далаға шығарған уақытта бір клеткадан шығып кеткен аңдар сияқты бір далаға жүгіретінбіз, доп тебетінбіз. Ну как-то вот это состояние легкости прям и доверие как-то. Анау тренер кетіп қалған уақытта мен былай ұрам. И смотрю, классный удар получается. И оказывается, тренер кетіп қалмаған. Он смотрел, как бы наблюдал со стороны, как я бью вообще, как я стою. И маған келеді айтады, запомнил осы состояние? Мен айтамын, какое состояние? Состояние легкости. Вообще, теннис надо играть, а не надо там анализировать, не надо там не сеп. У меня был, знаешь, такой инсайт сол уақытта. И қарасаң, адам көбінесе бірінші состояниеде жүреді. Бірінші состояние это то же самое, там, мен дұрыс тұрмын ба, дұрыс жасап жатырмын ба, қазір дұрыс ұрсам не болады, дұрыс ұрмасам не болады деп. И бұл состояниеде такой вечный самоанализ, вечное самокопание, вечная ругань өз-өзіңді, вечное такое сравнивание, бір сондай бір состояние, да? Бұл как бы особо результат бермейді бұл состояние. Сен өз-өзіңді будешь насиловать, либо под какие-то стандарты, под какие-то рамки будешь загонять себе, но в какой-то степени работает. Но смотри, вообще өміріміздегі ең күшті өзгерістер, жеңіл өзгерістер, екінші состояние болған. Когда мы только играли, когда мы свободно, как бы художник, свободно рисовали. Даже берешь, кисточка сама рисует. Танцуешь, вот тело сама танцует. И что-то ты делаешь, оно как бы обстоятельства само собой получается. И в этот момент ты не можешь как-то сказать, это я сделал, это из моих каких-то там вот там, самокопаний, немесе самоанализа шықты деп айта алмайсың. Это состояние какое-то там, понимаешь, легкости и доверия. Ты, в принципе, доверяешь и танцуешь просто. Берешь и танцуешь, например, да.
И в этот момент ты становишься автором жизни и творец своего счастья, например. Ты берешь, танцуешь, и өзіңнің өміріңде не келіп тұр, соны спокойно жасайсың. И Динара, қарашы, сен өзіңнің өміріңді қазір просто если перемотать вот так, и өміріңдегі күшті события, какие-то бір изменения классные, ол екінші состояние болған. Сен оны ойлаған жоқсың, оны сен прям анализ жасаған жоқсың, сен оны тұрып алып, мынау дұрыс па, дұрыс емес па деген жоқсың. Сен бірінші сендің, бірінші. Екінші, сенген кезде ты двигаешься легкостью, прям легкостью. А там нету прям бір самокопания, немесе прям бір самоанализа, мынау дұрыс па, дұрыс емес па. Ну, қазақша деппін ғой, бұны в потоке дейді, в ресурсе дейді. Человек просто берет и делает, и получается само собой. Бұл екінші состояниедегі болатын нәрсе. Сендің, екінші сен тәуекел еттің. Потому что в этот момент сенде мына жердегі нәрсенің бәрі, бірінші состояниедегі нәрсенің бәрі қалады. И бұны мен тағы да айтып жүрмін. Мен андай Құраннан мындай аят тауып аламын да, блин, вообще мен офигел анағаншы. Прикинь, былай айтылғанда, олардың бар білетіні құрғақ ой мен құр болжалдың жетегінде жүру дейді. Құрғақ ой деген, это наше размышление, это наш самоанализ. Всегда делаем, думаем, планируем. Құр болжал деген, это наши какие-то планы, может, да, иногда бір планировать етіп. Конечно, пландау керек, бізде бүгін мынаны подкастта пландап келдік қой. Ну, вот андай пландауда, вот до точки, прям все осылай болу керек, там, тотальный контрольда ұстау. Ну, там не получится. И соңында былай жазылған. Ну, мен целом айта салайын. Олардың бар білетіні құрғақ оймен құр болжалдың жетегінде жүру. Ал анығында құрғақ оймен құр болжал ақиқаттың қасында түкке тұрғысыз. Ақиқат — это реальность. И мынау құр болжалмен, құрғақ оймен құр болжал — это твоя иллюзия. Сен ананы настолько держишься сол нәрсеге. Бұл жоқ, бұл дұрыс, короче, бұл дұрыс деп. И ты вечно такой, как андай белка в колесе. Сен ана ойды только прокручиваешь. И в этот момент ты чувствуешь себя в безопасности просто. Құранда айтып тұр, это бессмысленно. Потому что шешім вообще мына жақтан шығады. Ну, вообще реальностьтен басқа сен күтпеген жерден шығады. Сен жаңа айтып жатсың ғой, уайымдаймын, бір ойланам деп. Ребят, честно скажу, мен қанша бизнес-план жазғам, прям мен қанша декомпозиция жасағам. Ну, білесің ғой декомпозиция, да? Ты планируешь, там, осындай бюджет салсам, осынша лид келеді, осынша продажа болады. Но где-то работало, да. Но я так скажу, не бывает так, чтобы 100% совпало. Болмайды олай. Ну, даже бизнес-план дегеннің өзі, ну, как-то бір сенің бір иллюзияң болуы мүмкін, да. Вообще, былай қимылдаған дұрыс сияқты, да, сонда. Просто легкостью. Ну, например, сегодня мы пришли с тобой, мы не знали, что мы будем снимать, и у меня бір ожидание жоқ, қалай түсіремін, не істеймін. Ну, нету. Ну, здесь даже там с камерами у нас что-то получалось, броси болып жатыр. У меня нет ожиданий. И в этот момент сен келесің, легкостью двигаешься, и все. Өзің ойлашы, қазір адамдар андай да, там, легкостьті кімнен көп байқаймыз? Баладан. Бала кішкентай кезінде жүреді, короче. Жүрген кезде ол құлайды ғой. А в этот момент, если он скажет, типа, ну, вообще жүру менікі емес екен. Өзін прям жек қойсашы сол моментте. Жек қойса, мен что-то бір рет тұрып көрдім, не получалось, екі рет тұрып көрдім, не получалось, үш рет тұрып көрдім, не получалось деп жүру менікі емес десе. Қалай болады ол? Ол бала жүреді, құлайды, потом улыбается, встает, қайттан жүреді, құлайды, жылайды, бір жерін ұрып алады, ну окей, еще раз встает. И потом солай жүреді да. И бізге осы қазір легкость жетіспейтін сияқты да, мы все стали такие умными, серьезными, там типа все знаем, ойбай, анау андай ғой, мынау мынандай ғой деп. А бұның бәрі ловушка да, кәдімгі бағанағы құрғақ оймен
құр болжалдың жетегінде ғана жүру. Почему иногда вот смотришь на тупых людей, ну, извините за выражение, на тупых дегенде особо так андай жеңіл қарайтын адамдарға. У них, как правило, получается. А вот умные, когда вот оқи берет, там оқи бергені андай еще, там бір эгосының несін береді, андай. Ну, как бы бір андай ақылдың жетегінде ғана жүреді да, и там яма. Там яма. Например, мен енді біраз консультация жасап жүргеннен кейін менде бір жігіт бар да, и ол жігіттің рұқсатымен айтамын мен өзімші. Прикинь, адам Англияда оқыған болашақпен. Англияда оқыған. Ну вот, получил диплом. Стажировка Варшава, Польша, бір нәрсе, короче, кеткен. В целом такой продвинутый парень. Қазір осы жерге мен мына жерге алып келсем, ол прям мощно сөйлейді. Любой теманы айтып беруі мүмкін да. Барлық нәрсені бәрін айтып беруі мүмкін. И оның сұрағы тура сенің сұрағың. Бүйтеді маған, Клам мырза, а как начать? А как начать? Ну, мен қалай, тура сен сұрағың ғой. А как рисковать вообще? Қалай бастаймын? Қарасаң, басымда білімі көп. А бұл бірінші состояние. Вечный самоанализ, вечное самокопание, вот вечное такое бір оқи беріп, әйтеуір жасау. На самом деле білім алу деген нәрсені де біз бір курсты өтіп, немесе бір нәрсені оқып алып, оны айта алмаймыз, білім алды. Ол на уровне разума только болады. Бірінші адамға как-то наблюдение келеді, потом понимание происходит, потом понимание, потом только осознание происходит. Біз білеміз деп жүрген нәрсені біз білмейміз, это ловушка ума. Понимаешь? И сонда айтқым келгені мынау да, давай сейчас у кого как получится, екінші состояниеге өтуге тырыссын барлығы. Но наған өту негізі бұл аз уақыт емес. Оған навык, ол жұмыс істеу керек оған. Ну, фитнеске барған сияқты, чтобы бір прессті шығару үшін немесе бір фигураны шығару үшін адам там как минимум 3 ай айлап жұмыс істеу керек қой. Это тоже такой навык. Но бірақ қазір мынаны айтқым келеді. Блин, хватит, люди. Перестаньте себя насиловать. Перестаньте себя как-то, не знаю, прям оценивать. Вот екінші состояниемен с легкостью доверьтесь просто. Доверьтесь. Вот как получится қазір, так и доверьтесь просто. Потому что человек всегда принимает правильное решение. Это тоже классная установка, на самом деле. Человек всегда принимает правильное решение из тех вариантов, которые есть. Мысалы, қазірдің өзінде мен мынандай айтуым мүмкін да, қазір мен видеографке ақылап бердім, например. Видеографқа тиесеміз бүгін. Ну, мен видеографқа ақылап бердім. Но это самое лучшее решение, потому что қазір таким образом я защитил себя. Может, там мен эмоционалды бір нәрсем симай кетті. Конечно, мен экологично шығаруға болады, но на тот момент это прям лучшее решение. Это лучшее решение. И вообще думать, что сен лучшее решение қабылдамаймын, это прям андай да бір инвалид қылады да, сен бір как бы андай болады бір орган, бір қолдары жұмыс істемей қалатындай бір паралитик да, бір парализовать етіп қалады, адамды қимылдамай қалады. Но адам да сондай да кәдімгідей. Вот ол вроде қолдарын бәрі жұмыс істеп жүреді, бірақ паралитик да, кәдімгі қимылдай алмай қалады да, вот осындай. И сол үшін сол состояниеден шығу үшін как получится екінші состояниемен баруға тырысу керек. Но, конечно, қазір екінші состояниеге барған кезде это страшно. Это очень страшно, прикинь. Сен құр ойлардың бәрін, құрғақ болжамдардың бәрін алып тастайсың да, сен ана жақта пустым просто двигаешься, а просто идешь, а впереди темнота, туман. Жаңағы машинамен келе жатқан сияқты ғой, и саған алдыңда көрініп тұрған только 1 метр, даже 1 метр емес, даже 50 сантиметр ғана көрініп тұр саған. Жүресің, қарайсың, и все. Доверять. Ну, енді бұл состояниеға бару әрине бір адамға қиын болатыны түсінікті, но все-таки
өздерінде қалай получится, так и надо действовать, наверное. Как получится, так и делать, и так и принимать ситуацию. Ну, очень тоже опасно осылай айтып ше негізі. Конечно, енді лучше бір адаммен, бір коучпен барғаны дұрыс қой. Но все-таки енді мен біліп тұрмын, онда коучқа барын келетіндей мүмкіндіктер болмаса, ну, давайте научиться с легкостью смотреть на мир. Просто жеңіл қарау, вот доверять. Просто доверять то, что сейчас происходит. Вот ол сол ситуацияда маған қандай сообщение бар, маған не айтқысы келіп тұр. Это же тоже как игра, да? Вот мысалы ойында ойнап жатқан кезде сенде бір миссия бар. Алдыңда сен қазір бір задачаны шешу керексің. И адамның өмірінде де тура сондай бір задача тұр. А не стоит из-за этого как бы стрессовать, прям кетіп қалып, өз-өзіңді там самоанализ жасап, мынау дұрыс па, мынау дұрыс емес па деп. А смотри, как ты можешь решить? Потому что адамның өмірінде неше түрлі қиындықтар болады, мен түсінемін барлығын. Қандай да бір мәселе болмасын, оның шешімі адамның, оны шешуге адамда барлық ресурс бар. Ішінде, өзінде бар. Ол сырттан іздесе, это то же самое, как бы тугиспен келе жатып, сен там басқа бір неправильный адресті мен жүргенмен тең да. Ты потеряешь время, ресурсы, бәрін аласың. А ол нәрсе сенің ішіңде негізі. Соған үңіліп қараса, в принципе, табатын шығар. И қалай шеше аламыз деген сұраққа егер де қысқаша жауап беретін болсам, жаңағы нәрсені, это доверие. Ну, адамдар даже айтады да, там, ойлашы, Құдайға сенем деп айтады барлығы. Но они врут. Это на словах просто. Потому что Құдайға толық сенетін адам екінші состояние болады негізі. Это прям ол андай бір индикатор жоқ там, типа, мен екінші состояние. Это работа на всю жизнь. Потому что біз каждый раз не аласың, сынала береміз ғой. Каждый раз тексеріле береміз да. Каждый раз тексеріле береміз. Ол сен қазір сенем, мен болды, мен сенем, енді полное тотальное доверие, мен болды, мен сенем деген адамның өзі өмірінде бір ситуация келеді. Ол ему будет страшно. А ол сосын бірінші состояниеге барады да, өткен өміріндегі опыттардағы, өткен өміріндегі бір білімдерге отталкиваться етеді. Содан опора іздейді сол жерде. Потому что когда страшно сол жерде, ол барады да бір ескісінен жабысқысы келеді сразу. Ну, как бы, понимаешь? Понятно. Или не понимаешь? Поняла. Ну вот, сол үшін осы нәрселер сізге айтайын дегенім. Рахмет. Эмоциялар, например, эмоцияны контроль жасау керек па? Или оны еркін? Например, жынданып тұрсын, сол моментті проживать ету керек па? Или нужно контролировать? Например, многие мы эмоции контролируем. То есть сейчас нельзя это... Не, мы не контролируем, мы гасим. Гасим, да. Да, контроль это по-другому. Это біз прям ішімізге салып қоямыз да, прям не проживаем эту эмоцию. Нужно ли прожить эту эмоцию или нужно вот так, не знаю, прожить или прям ішіңе салып? Хорошо. Да, выдержать надо. Мысалы, қазір мен рисковать етем, бір нәрсемен рисковать етем. Потом мен немен кездесем. Ну, мысалы маған қазір бір контрактты басқа адамдарға ұсыну керек. Немесе бір сатайын деп отқан товарымды басқа адамға ұсыну керек. Это же как-то ты начинаешь свое дело, рискуешь, и потом же надо тебе предложить, заявить о себе, так, проявляться, да? Это же тоже трудно. Соны жасайсың, и сол нәрсені жасағаннан кейін сенде бір как-то отказ келуі мүмкін саған. И сен про себя думаешь, о, какой позор. Я, боишься отказан қорқасың. В этот момент адамға айтайын, біз
эмоцияларымыздан настолько қорқамыз. И мына нәрсені түсіну керек. Эмоциялар бізді өлтірмейді. Вот проживи этот позор. Өлтірмейді. Но нам кажется, что это позор, все, конец света. Нам кажется, что мы получили отказ, это конец света. Нет. Наоборот, бізде иммунитет қалыптасып, бізде соған деген бронь пайда болады. Ал наоборот, өлтіретін нәрсе, адамды өлтіретін нәрсе, сол эмоцияларға бармай, сол эмоциялардан қашу. Все наши болезни от этого. То есть мы гасим это все, гасим. Олар біз іште жиналады. В виде симптомов әртүрлі аурулармен шығады. И бізге түсіну керек нәрсе сол шығар. Конечно, трудно, понимаю. Мысалы, қазір мен білем да, маған кейде жігіттер келеді. Вот қыздармен танысамайды вообще. Проблема. Но это проблема. Көптеген жігіттердің проблемасы. Вот жігіттермен тұрады олар, жігіттермен тұрады. Там сол моментте хью деп бір нәрсе қылып бір танысу мүмкін, как-то на фоне может там бір некого бір ішіп алған адам сияқты, короче, ананы несімен үшін бара алмайды, потому что бағанағы қыз отказ беретін болса, это же страшно. В этот момент он что проживет? Қандай чувство? Позор. Какой позор? Я некрасивый, я лох, я недостойный, еще что? Я неуверенный, я не мужик, может. Прикинь, на это все смотреть как-то. Кәдімгідей открыто қарау, қандай ол нені талап етеді. И то же самое, мысалы, жұмыста жаңағы сен рисковать еткен кезде сен жасайсың, и сен жасаған уақытта сенде как бы саған отказдар келуі мүмкін, да? У тебя сразу не будет получаться, может. И сол кезде сен не істейсің? Так, я ничего не умею. Как-то, білмеймін, я невезучий, мен андаймын, кете береді да бұның бәрін. Адам қарашы, мынау эмоциялардан қашып тұр да, и сол үшін бизнес бастамайды, например. Сол үшін тірлігін бастамайды. Бастайтын болатын болса, бастайын деп жатырмын, это справка от физкультуры. Понимаешь? Скоро бастаймыз. Это справка от физкультуры. Типа физкультура қатыспаймын. Бірақ бастап, первые 14 500, это очень больно. Наоборот, 0 жақсы еді, да? Понимаешь? Түсін тұрсың ғой, да? 0 жақсы еді, да? Там, типа, бастайын деп жатырмын. Біреу бір нәрсе деп сұрайтын болса, біреу сұрамайды да, это себе очень тяжело там признать. Я начал, и 14 500. Прикинь, бұл ашын келген жоқ маған. Менде бір қыз болған. Маған айтады да, короче, как бы енді бастайын деп жатырмын деп. Сосын, я как-то случайно узнал, что по идее ол запуск жасаған, и 14 500 тапқан ғой. Содан кейін. Вот почему 14 500. Да, сол үшін 14 500, да. Алған 14 500 таптым деген қиын, да. Сол үшін давайте как-то фактпен қарасақ, любой нәрсеге фактпен қарасақ, и сол жердегі эмоцияларды выдержать ете алсақ, и ол қай жерден біз үйреніп алдық сол жаққа баратын болсақ, мне кажется, уже адам келесі сол эмоция келген кезде уже қорықпайды. Бағанағындай. Мысалы, мен қызбен танысудан қорқатын болсам, мен одан отказ алғаннан кейін, я лох, я некрасивый, я недостойный, я что-то деген эмоцияларды қашып тұрмын. Значит, бұл эмоцияларды, бұл эмоцияларды емес, бұл значенияларды, ұялу, тығылу, өзін сенімсіз сезіну деген нәрсені мен бір жерден үйреніп алғам. И тогда мне было очень больно. Но это, как правило, в детстве. И мен сол уақытта проживать етудің орнына я выбрал такой путь: игнорирование, просто қатып қалу, либо избегание, либо как бы нападение. И осы ситуациялардың бәрін таңдағаннан кейін адам,
бір автоматты режимге өтіп кетеді, адам всегда осындай немен жүреді. Мгм. Для начала надо наблюдать вообще қалай болып жатыр, и солай болады. Негізі ең күшті фактор, ең адамның осындай бір искаженияларын, осындай бір иллюзияларын көре алу, ең күшті фактор, ең күшті қарай алатын зат — это отношения. Мгм. Это отношения. Здесь можно еще один вопрос. Гармоничные отношения с собой. Ну да, сейчас. Это отношения. Мгм. Например, отношениеде болған зат, ол бизнесте де қайталанады. Тура солай. Потому что мен ойлаймын да, вообще негізі отношения с собой, отношения с другими, Мгм. отношения с бизнесом, отношения с деньгами деп біз өзіміз бөлгенбіз. По идее, есть только бір отношение түрі бар. Это отношение с собой. И мы это транслируем всегда. Басқалармен тура сондай отношения транслируем, Мгм. ақшамен тура сондай отношения транслируем, и все. И как бы сіздің сұрағыңызға это отношение с собой, гармония деген нәрсені, ну, кім қалай түсінеді? Вопрос в этом. Мгм. Сіз қалай түсінесіз оны? Гармония деген кезде маған уют сезімі, вот эта легкость. Не знаю, какая-то картина, прям что бір картина елестейді. Вот силуэт девушки, где вот человек в легкости и в уюте. Ну, давайте, уют дегенді қалай түсінесіз? Ол қалай ол? Ну, нам надо, знаете, вот есептің берілгені бұрында дұрыс берілмесе, мы как-то жауабы да дұрыс шықпайтын да. Мгм. Бұрында болған менде сондай математикадан, оказывается, есептің берілген маған дұрыс шығармапты. На я там до утра думал, как решать. Оказывается, есептің берілген дұрыс емес екен да. Мгм. И сол үшін бірінші запросты надо конкретизировать вообще. Уют деген қандай ол сіздің ойыңызда? Уют. Когда уют деген кезде, первая ассоциация, например, там очень красивое такой зал, так скажем, пространство, где чашка кофе и такой прям, ну, домашний уют, сол нәрсе елестейді маған. Первая ассоциация. Хорошо. Домашний уют дедіңіз, да? А знаете, Динар ханым... Не знаю, красота. В первую очередь то, что я вот пространство, она красота. Вот эта красота пространства. Ну, окей. Мгм. Сіздің енді бұл әлеміңіз ғой, я с уважением смотрю на это все. А менің ойымда мынандай да, вот вообще гармония с собой, вообще как-то деген нәрсе менің ойымда мынандай. Это то, что это, во-первых, связь с собой, вообще как я чувствую себя. И мен ойлап тұрғанымды айта аламын, айтып тұрғанымды жасай аламын. Но мне кажется, это гармония с собой. О, класс. Потому что, смотри, во-первых, оның алдында да нәрсе бар. Біз как бы сознательно что-то понимаем, но бессознательно мы не знаем, қандай ақпарат тұрғанын. Бессознательно сознаниеға келген кезде соған бір байланыс болса, и сен ойлап тұрғаныңды бағанағындай емес, без искажений, без манипуляций, без стеснений, без страха, как есть, такие айта аласың. Это классно, это, мне кажется, это самая главная роскошь в 21 ғасырда, потому что нас прям так загоняли в рамки. Сен былай сөйлейсің, былай айтасың, ұят болады, ұят болмайды, критика солай. И потом сол айтқаныңды сен еще жасай аласың. И мне кажется, это самая главная прям гармония вообще. Ойлашы, сол кезде сенде бәрі күшті болады, потому что сен біліп тұрсың, не ойлап тұрғаныңды. Сен ойлағаныңды еще ұялмай жасап тұрсың. Кәдімгі, ну, классно. Мен ойымша осы гармония. А сіздің айтып жатқан нәрселеріңіз, там, типа, вот, как-то бір красота, бір нахожусь где-то, там, такой-то машине, какой-то, может, у тебя там молодой человек рядом, да, где-то вы как-то отдыхаете, где-то ходите, шопинги, все дела. Это просто последствия. Это последствия же. Да. То есть ол содан кейінгі болатын әңгімелер ғой, да? Содан кейінгі болатын әңгімелер, да? Вот ол никак это не причина. А причина как раз, я думаю, что
сен қалай ойладың, Мгм. ойлағаныңды айттың, айтқаныңды істедің. Вот это классно. Классно. Да? Класс. Ну вообще маған как бы бүгінгі сізбен өткізген подкастта прям андай ұнап жатыр да. Ну в целом ұнап жатыр дегенде андай ну прям видно, что сізге заходит прям. Да, А? рахмет. Өте қуаныштымын. Ну, мы же не знали, қалай болады. Я даже сізге вопростарды айтқан жоқпын да. Мы поначалу қалай болады, солай болады. И мы хотели это тестировать, посмотреть. Я очень рада, что это выходит хорошо. Следующий вопрос. Сіз жаңа айттыңыз, біздің өзімізбен бірге отношениямыз ол ақшаға да, то есть барлық осы өмірдегі бізді қоршап жүрген заттарға отношениямыз. То есть сіз үшін ақша деген не и как вы относитесь к деньгам? Например, біреу айтады ғой, когда у тебя сперва там мама папам кешіргеннен кейін там өзімен күшті отношение болғаннан кейін ғана ақша келіп бастайды, или какой-то момент в этом моменте, когда болған кезде ғана сенде ақша потока ашылады, только после этого ты будешь зарабатывать больше деген сияқты да. Какие-то тоже есть свои стандарты. После этого только, как будто после этого только к тебе придут большие деньги. Это же то же самое, как-то адамдар бағана айттым ғой. Вместо того, чтобы действительно взять ответственность, ата-анамды кешірсем, ана установканы алсам, осылай болса ғана ақша табамын деген сияқты. Это казка прям очень много говорится. Тиктокта аж қарсаңда везде вот шортс бәрінде соны только говорят и говорят. Я не имею ничего против. Там есть какая-то доля. Но это прям утвердить, прям 100% это так типа айта алмаймын. Мен былай айтамын. Это начальный прям уровень шығар. Те, кто это транслирует, они тоже же готовят аудиторию. Сол аудитория өзіне дайын болып тұрған шығар. Это тоже хорошо. И в целом мен бұрында қарайтын, ол нәрсе дұрыс емес деп қарайтын. Но қазір же смотрю прям как бы с уважением, потому что оған келетін аудитория, оған баратын аудитория на данный момент сол темаға лайық болып тұр да. Сол темаға лайық болып тұр. Сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, мен не үшін айтамын, что вообще өмірде барлығы отношения деп. Барлығы отношения деп. И бірінші адам, қазір сіздерде это прям бар шығар, любовь к себе дейді. Например, да, любовь к себе. Өз-өзіңді қабылдау, принятие себя дейді. Деген темалар бар. Мне кажется, это как-то очень как-то громко звучит и очень классно продает такие заголовки вообще. Ата-ананы кешірсең ақшаны көп табасың, ананы істесең мынандай табасың деп. Мен былай айта аламын. Может, это не громко, может, это как-то особо так-то прямой связи нет, но былай. Вообще өмірде барлығы отношения. Барлығы отношения. И менің өзіме отношениям қандай? Менің басқа адамдармен де отношениям солай. Просто ең күшті показатель в этом сен басқаларға қалай относишься. Например, мынандай болады да, любовь к себе дейді. И так-то транслирует, что любовь к себе — это когда ты покупаешь себе дорогую машину, дорогую одежду, либо там спа, массажға бардың. Позволяешь все классное себе. Позволяешь себе все классно. Да, это какая-то часть, но это далеко не любовь к себе. Любовь к себе — индикатор, честный индикатор того, что как ты относишься к другим. Честно. Например, сен егер де бір адамды жынданып тұратын болсаң, если ты осуждаешь его, ты оцениваешь его, это прямой показатель того, что ты себя недостаточно принимаешь. А этот человек просто показывает, как зеркало, как ты к себе относишься. Понимаешь? И мен ойлаймын, мына жерде мысалы мен отношениямды ақшаға байланысты айтатын болсам, мысалы адам больше, если отдающий болатын болса, больше отдающий, он то есть как-то от себя исходит, например, өзіндегі ішіндегі бір қарым-қатынасынан шыққан бір жылулық, махаббаттан шыққан отношение болатын болса, он это переносит к бизнесу, и бизнесте де солай отдающий болады, от этого оған ақша келеді. Түсініп тұрсыз ба? И ақша деген
негізгі менің как бы определением мынандай. Ақша бұл сенің шеберлігіңмен басқа адамдарға пайдалы бола отырып әлемнен алатын адекватты кері байланысың. То есть ты отдаешь что-то и взамен получаешь. Но здесь очень главное бір отдать берген кезде, если у тебя будет потребительское что-то, это будет видно, это будет сказываться. На самом деле сенде бір махаббат, сенде бір анау адамға көмектескің келіп тұратын бір ниет, бір ішінде бір жылулық болмаса, это будет просто зарабатываем денег. И там особо больших денег не будет, мне кажется. И мынандай нәрсе да, қазір вопрос мына жерде тағы да осы отношение с собойдағы бір адамның ішіндегі бір потенциал, бір жылулық, бір өзінің бір шынымен бере алатын заты болатын болса, вот классно да. Еще мен айтам да, там маған қатты ұнайтын бір фразалардың бірі, сенің алып жатқаның ұнамаса, беріп жатқаныңды өзгертті. Беріп жатқаның бұл не обязательно же товаром басқа. Сен соған бір махаббатыңды сол беретін болсаң, вообще классно. А ол махаббат негізі сенің өзіңе деген бір отношениеден келеді. Сен если сен өз-өзіңді будешь насиловать, өз-өзіңді будешь осуждать, өз-өзіңді бір жынды қылатын болсаң, сен ертең бизнес жасаған кезде сен бизнесіңді будешь осуждать. Потому что там будешь думать, что это некрасиво, недостаточно не готовый продукт. Ну, так и дальше. То есть менің отношением өзіммен қалай, тура сол отношение мен бизнеста ойнаймын ғой негізі. Басқа жерде де ойнаймын сол. Понятно. Вот сейчас мы очень много времени проводим на работе. Төмен деген орысша, қазақша. Айта бер. Жұмыспен бақытты өмір арасында грань бар ма? Во-первых, мен бөлмеймін ғой. Мен ну как-то мысалы енді сіздің сұрағыңызды былай түсініп отырмын да, как бы может былай шығар, как держать баланс, да, между работой и личной жизнью. Да? Осылай ғой сұрақ. Былай ғой, полностью бір адам айтады да, ну енді как бы сейчас как бы тайм-менеджмент айту мүмкін да, там әрқайсысынан бөлек уақыт бөліп қой. Вот мына уақыт семьяның уақыты, мына уақыт даже біреулер жұмыстың уақыты. классификация жасайды, прям бөліп соған. И согласен, жасасын нәрседен. Но иногда это не поможет. Знаете почему? Потому что иногда человек сам себя загоняет в работу. Знаешь почему? Почему? Потому что, чтобы не видеть реальность. Чтобы не видеть реальность. Ну, это как бы трудоголизм. Прям барады да, жұмысқа тығып тастайды өзінің басын. А на самом деле оның өміріндегі басқа сфераларда ол қарағысы келіп тұрған жоқ, немесе оны там ең главный деп ойлап тұр да. Это же тоже иллюзия, на самом деле. Мысалы, жұмысқа қатты кіріп кететін адаммен азынан кешке шейін компьютер ойнайтын адамның екеуінің разницасы жоқ. Да, точно. Это екеуі де реальностьтен қашып тұр. И там они находят, что любовь, внимание, өзін нужно сезінеді. И өзінің бір жабық бір әлемін тауып алғанда в виде бизнеса, в виде компьютерной игры, в виде социальных сетей. И там он кайфует и получает ну, что-то. То, что нужно. То, что нужно. Өзіне керек. Ол өзіне керек сезімдер, может любовь, это, может внимание, может признание, может там чувство нужности, да, адамдарға қазір өзін бір керек сезінген сезімі керек та, чтобы мен керекпін жұмысыма, мен осы жерде керекпін деп. Сол нәрсесін жұмыстан, жаңағы нәрседен алғаннан кейін, они уходят в одну степь. В одну степь это как-то мен тек қана жұмыста ғана өзімді көре аламын деп. Но мен өзім осылай өмір сүргем. И потом қарадым, маған ұнаған жоқ ол вариант. Я хочу, чтобы все было как-то бір гармонично, все бір баланста болған қалағаннан кейін өзіме айттым,
айтамын, что давай Қуан, прям жұмысқа баспен кіріп кеткеннен гөрі. Бұл қай жасқа дейін болды? Где-то 28 сондай. Ну, где-то бір жарым жыл бұрын болған ситуация ғой. Потому что от того, что сен жұмысқа кіріп кетіп, прям басқа жақтарға забить ете салың, это потом боком выходит на здоровье, личных отношениях, басқа нәрселермен. Сол үшін мен өзіме айттым, давай мен лучше қашпайын. Мен осы ситуациялармен, либо мен неден қашып жатырмын. И мен жұмыста не үшін ол жақта көп жүрмін, мен ол жақта не получаю? Что я получаю? Значит, мен ол сезімдерді өзімнен өзім алмай атқаннан кейін, мен сырттан как наркотик уже получаю, компенсирую уже все это. И соны мен ішіме іздеген уақытта, сенде уже автоматом как бы все будет сказываться. На самом деле, адамдар қазір еще көп бір миссиясын іздейді да. Динара ханым, мен миссиям қандай деп. Ну, қараңызшы, мен миссияның орнына мен мынандай бір вариантты ұсынатын едім адамдарға. Конечно, миссияны іздеу керек, адам өзімен жұмыс істеу керек. Но мне кажется, миссия у нас одна. Да? Бір служение, как бы, да, адамдарға бір пайдаңды тигізу. Но все-таки қараңыздаршы, егер де біз қазір өзіміздің рөлімізді әрқайсымыз дұрыс атқаратын болсақ, и миссия выйдет. Надо понимать, что я сперва человек. Мен бірінші денемін, өз-өзіме ақымды беремін. Жұмысқа барып өз-өзімді там талдырып бытшын шығарып жұмыс істегеннен гөрі, действительно өзіме кішкене уақыт бөлейін, например, да. Мен бірінші как бы адаммын да, денемін, дененің ақысын бердім. Екінші, мен баламын. Ата-анама мен баламын. Мен балалық рөлім бар. Үшінші, мен күйеуімін, әйелім бар, күйеуім. Ол жерде рөлім бар. Сосын мен әкемін, мен балам бар. Содан кейін барып қана мен кәсіпкермін. Содан кейін ғана барып мен жұмысшыда жұмыс істейтін видеографпын, фотографпын, басқамын. И смотри, когда осы рөлдердің бәрін дұрыс орындап келген кезде, мынау ең соңғысы, он автоматом как-то өзі орнына қойылады, как пазлы. А мы как-то берем бірінші, в работу на первое место ставим. Мыналардың бәрі шатасады. И біздің бір пазлдар орынға келмей тұрғаннан кейін у нас происходит такой чуть-чуть хаос, либо диссонанс. Согласна. А? У меня столько всего прям в голове сейчас происходит. Я даже записываю. Мне хочется прямо сейчас записать, но я еще раз, конечно, этот выпуск сама посмотрю и запишу тогда. Хорошо. Дисциплина или воля? Воля деген воля деген өзінің сезімдерімен әрекет етуге келеді ма? Или дисциплинировать это вот так, чтобы прям планмен жүру? Хорошо, қазір бізде осы бір соңғы сұрақ болсын. Мен жауап берейін қазір. Былай қояқшы сұрақты. Вот, например, көп адамның басында өткен шығар, вот с понедельника начну бегать, либо с понедельника на диету, да? Или там, мен все болды енді сағат осы уақытта тұрам, осы уақытта жүрем, осылай жасайм. Бүгіннен бастап все, мен там ақша жинай бастаймын, бүгіннен бастап мынаны істеймін деп все. Это как-то бір адам өзін бір дисциплинаға тыққысы келеді, какие-то в рамки, да. Мен лучше айтатын едім да, вот дисциплина, там есть жесткость, там есть рамка, там есть адам өзін бір жесткий бір рамкаларға тыға бастайды. Менде өткенде бір жігіт болды, 14 жыл неде жұмыс істеген, военный академияда жұмыс істеген. Они там прям Астанада прям андай жұмысын даже маған не айтқан жоқ, андай секретпен айтты да, потому что мне кажется, он работает в этом андай администрация президента сияқты жерлерде, там бір силовой охрана сияқты, телосложениесінен байқалып тұр да. 14 жыл жұмыс істеген. И у них там подъем бір уақытта, жұмыстан кететін уақыт бір уақытта. Я как понимаю, этот человек уже прям жандай болып тұр да, бір атлайн деп тұр да. Вот настолько бір шаршаған кәдімгі ана нәрседен, что иногда хочется басқа нәрсені жасау керек деген сияқты.
мен воля деген нәрсеге былай қараймын да, это как-то двигаться в потоке, солай да, это очень трудно на самом деле адамдарға сразу в потоке быть. И воля деген иногда может там ответственностьтен қашу сияқты болып қала ма, бір адам соны өзі бір оправдывать етіп, там жасамағанын бір оправдывать етуге болады да. Я больше за постоянство. То есть постоянство звучит таким образом. Например, мы снимаем сейчас YouTube. ютубта дисциплина емес, постоянство маңызды, например, да, чтобы постоянно мы выкладывали контент. Постоянствоны енді тұрақтылық деп алатын болсақ, бұны бір әдетпен келтіруге болатын шығар. Мысалы мен қазір ағылшын тілін үйреніп жүргеніме уже бүгін білмеймін 117 күн болды ма солай. Күніге 15 минут отырамын, үйренемін, все болды. И мне разницы нет, когда я захожу, қашан орындаймын, қалай істеймін, вообще разница жоқ маған. А дисциплина деген сағат 10-нан кірдің, солай жасаймын деген сияқты да. Сол. И сенде сол уақытта кірген кезде болмаса, уже как бы дисциплинаны кетіп қалуы оңай да. А постоянствода сен тұрақтылық кезінде сен даже жасалмаған күннің өзінде жайлап жасай бересің. Сен бір точкадан жайлап бұра бересің. И сол үшін мен больше за постоянстводамын, потому что мне кажется, сол тұрақтылық қана результат қалып беретін сияқты. Или мынандай. Прикинь, в отношениях есть дисциплина. Как тебе это будет? Ну да, есть дисциплина. Нет, сен қазір жігітіңмен жүресің, есть дисциплина, короче. Жесткая дисциплина бар. Жесткая дисциплина бар. Так, мы так встречаемся с 17:00. Прям уақытпен. Да. Там жесткие там рамки есть. Как тебе это будет? Ну, неприятно, конечно. Ну, это как-то загоняет в рамки, и саган будет в какой-то момент уже некомфортно. Некомфортно. Даже неприятно, это даже некомфортно. А тұрақтылық деген мынандай. Вообще мен түсіндім, что адамның өзгерісі, вообще үлкен өзгерістері, бұл постоянстводан болады. Мысалы, как-то отношениеда, бизнеспен отношения. Сен тұрақты түрде бір бизнеспен байланысып жүретін болсаң, если постоянно жай дамыта беретін болсаң, там бац, результат күшті болады. А дисциплинада вот андай сияқты да, бір уақытта там четко жүріп, там бір уақытта сынып қалсаң, андай бірде көл, бірде шөл сияқты да, дисциплинаш. Там анау сияқты ғой, там все, мен диетаға отырам. Сен бүгін там 3 күн там голодал, а 4-ші күн құршыншы деп там салам алейкум там KFC жеп отырсың да, там осылай. И бірде көл, бірде шөл деген сөз бұл. Вот сен графигің мынандай да, короче. Вот как-то качели всегда. Вот дисциплина осыны беретін сияқты. Егер де прям менде андай адам болмаса, прям өзін жестокий адам болмаса, все, мен оны жасаймын, өлсем де, тұрсам да жасаймын дейтін адам болса, ол да сынады по-любому. Дисциплина адамды сындырады, потому что вот ол өзіне через жесткость қимылдап жатыр. А вот постоянство, ол это как бы через любовь к себе сияқты да. Например, там мен өзімде там қинамаймын, мен қазір айрам қырам емес. Я спокойно буду делать там бүгін бір продажа, ертең де бір продажа, например, жайдан жасай берем. Зато тұрақты түрде болған уақытта это дает результат. Например, дисциплинада сенде бірінші күні там вау деп бір 15 продажа болуы мүмкін. Екінші күні бір тағы да бір білмеймін 5-6 продажа, үшінші күні өшсің, жоқ, короче. Бәрін өз-өзіңді рамкаға тығып тастағаннан кейін. И результат жоқ, короче. Но результат бар где-то 20 продажа да. А бірақ сен күніге бір продажаны жасап отырып 30 күн тоқтамасаң, у тебя уже 30 продаж, видишь? Сонда ең соңында мен ойымша прям постоянство отыратын сияқты. Постоянство отыратын сияқты. И мен более постоянство. Мысалы, бүгін сізбен мен бірінші рет подкаст түсірдім. У меня была как-то форс-мажорное обстоятельство. Менің көмекшім Ғани ханым ауырып қалды, менде еще прям видеограф ауырып қалды. Мен аламын, ну ладно, окей. Ну, я буду продолжать.
қандай менде возможность бар соны жайлап жасай береміз и в принципе сондай. Классно. Динара ханым, сізге сұрақтарыңызға рахмет. И сіздің атмосфераңызда осындай прям жақсы темалар ашылды деген ойдамын. Келгеніңізге рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Достар, бүгінгі біз подкастты осымен аяқтайық. Сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін. Және де, достар, бір сұранатын жайт, каналға подписка жасап, комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Мен оның бәрін көріп, оқып отырамын. Рахмет. Келесі шығарылымдарда кездескенше бар болыңыздар, бай болыңыздар.